Hello everyone, how are you? How did you spend summer holidays? If you are fine, if you are okay, I would like to start today's session. I'm going to talk about first grade at page 10, exercise 18. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Жазғы демалыстарыңызды өте жақсы өткізді деген ойдамын. Бүгін біз 4-ші сынып бойынша 10-ші бетті және 11-ші беттердегі жаттығуларды талқылайтын боламыз. Exercise 18. Listen, point and repeat, then match. Тыңдаңыз, қайталаңыз және суретпен сөздерді сәйкестендіріңіз. Repeat after me the following words. Менен кейін қайталап отырыңыздар. Rowing, есу, archery, садақ ату, fencing, қылыштасу, handball, ганбол, water polo, су добы, long jump, ұзындыққа секіру, cycling, велосипед тебу, gymnastics, гимнастика, rugby, figure skating, мәнерлеп сырғанау. Осы сөздерді жаттап алуларыңызға кеңес беремін. Енді жаңа сөздердің мағынасын білдік. Осы сөздермен суреттерді сәйкестендірейік. Бірінші суретте rowing, яғни есу, H әрпіне сәйкес келеді. 2. Archery, садақ ату, A әрпіне сәйкес келеді. 3. Fencing, қылыштасу, B әрпіне сәйкес келеді. 4. Handball, қол добы, яғни қолмен ойнатылатын топтық ойын, спорттық ойынның түрі. Бұл D әрпіне сәйкес келеді. 6. Long jump, ұзындыққа секіру. Бұл жерде J әрпіне сәйкес келеді. 7. Cycling, велосипед тебу, I әрпіне сәйкес келеді. 8. Gymnastics, E әрпіне сәйкес келеді. 9. Rugby, C әрпіне сәйкес келеді. 10. Figure skating, мәнерлеп сырғанау. Exercise 19. What sports do they play well? Listen and write. Listen and pay attention. Мұқият тыңдаймыз. Kelly, what sports do you do well? I play water polo really well. Water polo? Yes. Демек, бірінші суреттегі Kelly су добымен ойнағанды ұнатады. Kelly likes playing water polo. Next dialogue. What about Sam? Well, I like cycling and I'll cycle really well. I cycle well too. Екінші суреттегі Sam велосипед айдағанды ұнатады екен. Sam likes cycling. Jenny, what sports do you do well? I know your brother plays handball well. Do you play handball well too? Jenny, no, I don't, but I play rugby well. That's a nice sport too. Jenny likes rugby well. The last dialogue. Bob, what about you? Well, I like a lot of sports, but I do gymnastics well. Gymnastics? Wow, that's a difficult sport. Төртінші суреттегі Bob гимнастикамен жақсы шұғылданады. Bob do gymnastics well. The next task studies sport. There is given rules of adverb. Істеудің ережелеріне тоқталатын болсақ, сын есімге, яғни beautiful дегеніміз сын есім, beautifully дегеніміз бұл ly жұрнағы жалғанып, істеуді жасап тұр. Example. She's a beautiful figure skater. Сөйлемнің мағынасына қарайтын болсақ, ол мәнерлеп сырғанаушы әдемі қыз деген мағынаны білдіреді. Мұнда көрсетілген beautiful сөзі, яғни сын есім. Сын есім зат есімді сипаттайды, яғни адамдарды, заттарды сипаттайды. Келесі сөйлемге назар аударайық. She skates beautifully. Яғни ол әдемі сырғанайды деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде skates деген етістік сырғанайды. Осы етістікті бұл жерде сипаттап тұр. Яғни ол әдемі сырғанайды. Adverb дегеніміз, яғни үстеу, ағылшын тілінде етістіктің жылдам, әдемі,
баяу, оңай, қиын екендіктерін сипаттайды. Істеуге байланысты 20-шы жаттығуда тапсырма берілген сөйлемді толықтыру қажет. Дамир plays handball badly. Дамир гандболды нашар ойнайды. Екіншісінде Дана swims very fast. Дана өте жылдам жүзеді. The third sentence. Хан Сұлтан eats his meal slowly. Хан Сұлтан өзінің тамағын баяу жейді. Яғни етістікті сипаттап тұр, қарасаңыздар. Төртінші сөйлемде. Дания and Ақбота speaks English well. Дания және Ақбота ағылшынша жақсы сөйлейді. Санжар answers his teacher's question quickly. Санжар мұғалімнің сұрағына жылдам жауап берді. Жабия learns new sports easily. Жабия жаңа спорт түрін оңай үйренді. Яғни үстеу сөйлемде қалай деген сұраққа жауап береді. Соңғы сөйлемде қарасаңыздар, Жабия жаңа спорт түрін оңай үйренді. Жабия қалай үйренді? Оңай үйренді. Келесі 21-ші жаттығуға қараймыз. Talk with a friend. Достарыңмен сұхбаттасыңыздар дейді. Төменде good, easy, careful, quick, slow, bad деген сөздер берілген. Сол сөздерді алдымен үстеуге айналдырып аламыз. Good, well, easy, easily, ly жұрнақ жаланып үстеуге айналып тұр. Careful, carefully, quick, quickly, slow, slowly, bad, badly. Суретке назар аударсаңыздар, сұрақтың үлгісі берілген және жауаптың да үлгісі көрсетілген. Сол бойынша әңгіме құрастыра бересіздер. Exercise 22. Let's play. How many Olympic games can you think of beginning with the following letters? 22-ші жаттығуда ал қанеки ойнайық. Төмендегі R, F, G, H әріптерінен келетін олимпиадалық ойындардың қаншауын білесің? Және бүгінгі тақырыпта да сол ойындардың атаулары берілген. Соларды жазып шығамыз. Үлгі ретінде мына төмендегі сөздерді жазып қойдым. Сіздер ары қарай толықтырып жазып қойыңыздар. Достар, бүгінгі сабақ ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше. Goodbye. See you soon.